Сәлем, бұл Миратрикс. 27 ақпан күні кинотеатрларымызда Ақберен Елгезектің болмаған балалық шақ повесінің экранизациясы көрсетіле бастады. Өте әсерлі кино, еліміз бен кино индустриямызға керекті кино, сол туралы айтарым бар, ендеше жайғасыңыздар. Болмаған балалық шақ повесі 2008 жылы жазылып, әлеуметтік желілер арқылы кеңінен тарап, қазақ интернет бестселлеріне айналған бірегей шығарма. Қазіргі уақытта оны мектептерде де оқытып жатыр екен, сондай ақпарат бар. Бірнеше жыл бойы театрларда да қойылымдары жүріп жатыр екен, ендігі кезек міне үлкен экрандарға да жетті. Айтпақшы кітаптары туралы көбірек білгіңіз келсе, Сабина Налани YouTube арнасына назар аударыңыз. Қызықты арна, өзімде сүйсіне қараймын. Бұл жарнама емес, бұл жай ғана адами қолдау. Шолға оралайық. Сәл-сәл сюжетке тоқталайын. Болмаған балалық шақ бұл Ақберен Елгезектің автобиографиялық повесінің экранизациясы. Әкеден ерте айырылған, ал анасы 3 баласымен жесір қалған Ақберен туралы баяндалады. Балалардың бірі ауыр науқас болып, өздігінен қозғала алмайды. Балаларын асырау үшін анасы қатал жылқышы Тағайға тұрмысқа шығуға мәжбүр болады. Алайда Тағай қатыгез болып шықты. Өгей ұлын қабылдамай, оны үнемі кемсітетін. Ақыры бала әкесінің туыстарына көшіп кетуге мәжбүр болады. Негізі сюжетті баяндап берудің өзі де қиын екен. Фильмде көтерілетін тақырыптар өте көп, олар бір-біріне өріліп, сюжетке әсер етеді. Мұндай күрделі туындыны таспалау режиссер Айдын Сахаманға бұйырды. Дос Мұқасан фильмінде өткен шақты әдемі көрсете білген Майталман бұл жолы 80-ші жылдардың аяғы мен 90-ші жылдарды көрсеткен. Оған қоса, ол да сценарий авторы Ефрат Шарипов та, повесть авторы Ақберен Елгезекте бір 10 жылдықта туылған кісілер және фильмде баяндап жатқан уақытта өмір сүріп үлгерген, одан фильм көркейе түсті. Совет үкіметінің қирап жап-жас тәуелсіз елдің пайда болуы көптеген мәселелерді тудырды. Соны фильмде әдемі көрсеткен. Көтерілетін тақырыптардың ішінде жазылмайтын балалар аурулары, нашар медицина, дефицит, кедейшілік, ішімдікке салыну, тұрмыстық зорлық-зомбылық, сондай-ақ асыраушысынан айырылған әйелдердің барынша осал әлеуметтік жағдайы, тақырыптар өте көп және оларды кино авторлары әдемі ұйқастыра алды. Ақберен Елгезек сұхбаттардың бірінде режиссердің жұмысына араласпағанын айтты. Бұл да керемет шешімдердің бірі де ойлаймын. Фильм повесть пен театр қойылымдарынан қалмайтын, бірақ бөлек бір туынды болып шықты. Фильмде тақырыптар ғана емес, стильдер де араласқан. Менің атым Қожа секілді классикалық балалар фильмінің стилистикасы біресе 80-ші жылдардағы пацандық киноға, біресе заманауи қазақ комедиясының стиліне бұрып кететіні бар. Алайда ол фильмді құртпайды, қайта көркейте түседі. Инструменттерді дұрыс қолдансаң, керемет зат шығаруға болатынын дәлелдейді. Фильмнің тағы бір бұрылысы фэнтези. Фильмде көтерілетін теріс тақырыбы біртүрлі құбылыстар сериалының фанаттарына жақсы, кинокомикстер фанаттары визуалдан ләззат ала алады. Фэнтези сахналары керекті жерлерде, керекті мөлшерде көрсетілген. Голливудтан кем емеспіз тақырыбын көтермей-ақ, жай ғана баяндау инструменті болып, фильмде әдемі өзінің орнын тапқан. Голливудтан кем емеспіз деген ойды Берік Айджанов салады зато. Оның мықты актер екенін бәріміз білеміз дегенмен, бұл фильмдегі жұмысы кем дегенде Оскар номинациясына лайық деп ойлаймын. Соңғы 4 жылдағы екінші тараптағы рөл үшін Оскар алған актерлердің ешқайсысы Айджановтың тағайынан аса алды деп айта алмаймын. Жалпы болмаған балалық шақтың кастингі өте мықты жасалған. Фильмде уақыттың ауысатыны бар, яғни кейіпкерлер есейеді, демек бір кейіпкерді 2 актер ойнағаны бар. Сол затпен керемет жұмыс атқарылды, бір-біріне ұқсас актерлер табылды. Сен жай ғана қарап отырғанда бір кейіпкердің есейе салғанын түсінесің, өйткені актерлер қатты бір-біріне ұқсайды. Басты кейіпкерді табудың өзі қиынға соққан екен, кастинг ұзақ уақыт жүріпті. Өйткені басты рөлде кәсіби емес актерлер, кішкентай актерлер бар. Кішкентай балалардың құрамына ашық кастинг жарияланыпты. Ол 4 ай жүріпті. 4 айдың ішінде 700 бала іріктеуден өтіп, ақыры Ақошты сомдап шыққан Шәкәрім Алмасбек табылды. Ол да оның есейген нұсқасын ойнаған Нұртілек Жарылқасын да Ақоштың мінезін қағып алып, керемет перформанс көрсетті. Жалпы ұзын сөздің қысқасы, болмаған балалық шақ мінсіз туынды, біраз ой салады, біраз тақырыптарды көтереді. Техникалық тұрғыда да тырнақтың астынан кіріс десең де таппайсың. Әр диалог, әр сахна өз орнында, сценарий, режиссура, монтаж бәрі жоғарғы деңгейде. Жалғыз ғана тиісерім, басты кейіпкердің анасын түсінбей қойдым. Ондай ананы елестету қиын мен үшін, мысалы. Бірде бір ана осындай тас жүрек болады деп ойламайсың.
Дегенмен туынды автобиографиялық екенін еске алғанда кейіпкер Ақберенге де, автор Ақберенге де жаның ашып кетеді. Фильмнің тағы бір керемет қасиеті бар. Кинотеатрда отырған бейтаныс адамдар бәріміз бір үй болып, фильмнің соңына таман бірігіп кеттік десек болады. Жақсы туынды екенінің дәлелі осы емес па? Қаншама адамды біріктіретін туынды. Болмаған балалық шақ нағыз хитке айналу керек деп ойлаймын. Прокаттың бірінші аптасында фильм 138 миллионнан астам пайда тауыпты, миллиардтан асуға тұрарлық туынды негізі деп сондай ойым бар. Арзан комедиядан басқа ештеңе түсірмейді біздікілер деп айтатын достарың болса, оларды да осы фильмге жетектеп алып барыңдар. Киномызда деңгей бар екенін байқасын ол кісілер. Фильмнің соңында екі ой түйіндедім өзім. Біріншіден, балалық шақ басты кейіпкерде ғана емес, басты антагонистте де болмапты. Екіншіден, айтылған сөз атылған оқпен тең деуші ме еді. Онда уақытылы айтылмаған сөз мылтықты да нысананы да шіртеді екен. Менің басқа айтарым жоқ. Бөлісетін ойларың болса комментарийге шақырам. Шолу ұнаса лайк баса кетіңдер, сонда фильм туралы көбірек адам білетін болады. Жақсы кино көріңіздер және келесі көріскенше.